керемет жандарға бара жатырмыз. Қараңыздар, осындай әдемі гортензия гүл алып алдық. Бұндай гүлдерге кім лайықты десеңіздер? Кім жан? Енді туған мамалар. Енді туған мамалар. Әдемі келіншектер, қыз келіншектер. Не жейді екен? Ештеңе алмады ғой жейді. Бөля. Негізі, мен естіген бойынша жан. Любой нәрсе жей беруге болады екен. Негізі. Хорошо деймісің. Біз Хушет пен Нұрқа келіп қалдық құттықтап. Погодаға қарамай. Шашымызды айтсаң. В общем, фото түсеміз деп ниеттеніп келгенбіз, бірақ енді погода быт-шыт болып шашымыздан быт-шыт неғып тастады. Сол құттықтап келіп қалдық. Бауы беріп болсын енді. Аман болсын. Аман есен босанып алды. Енді Нұрқан жағдай жақсы болса. Так, бір қайда. Адамға келіп қалдық. Ақбота бірінші еліп алған мені. Мына жақта міне батя. Мына жақта Нұрқа жаным. И мына жақта міне бұл писка. Мына жақта мен красотка алып келдім. Шашымды өзімше бері ала баған ем. Бұт шықты. Бүгін үйдеміз. Асың мәрді болып қамаңыздар. Мен балапаным ұйықтап жатыр. Біздің батыр талып ұйықтап жатыр. Кәдімгідей күндіз әдемі ұйықтайды. Сол. Сіздердің де балаларыңыз сондай ма? Түнімен ұйықтамайды, күндіз ұйықтайды. Міне жатыр, красавчик. Ұйықтап жатыр. Кейін балашы. Кейін балашы. Жатсын, қарасай жатсын. Тетелер болды. Ауыр дейміз деген жалғамайтын жоқ ізде дейді. Ангина деген оңай емес екен. Сол емделіп жатырмыз. Алла шипасын берсін. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, қалайсыздар достар? Мынау дайректке сообщение толып кеткен. Жақында болған ситуацияға байланысты мынау Магнум бойкот жариялап жатқаны. Иә, дұрыс бір жағынан. Негізі Магнумға көп барамыз, заттар аламыз, сөйтеміз. Оған бармай базардан да алсақ болады, бір қалада жүргеннен кейін өзінше болып Магнумға барып жүретін түріміз ғой. Келешкісін итеріп ше жаңағыдай. Бірақ та тілімізді қорлап сөйткен үшін барудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Вообще басында Алматыға келген кезде таңғалатын. Мысалы мен бізде Шымкентте бәрі кілең, бәрі қазақша сөйлейді. Мына келіп магазиндерге саламатсыз болсаңыз здравствуйте деп сөйтіп мысалы әреңді үйрендік қой, орысшасында да мысалы көніп. Содан бойкотты дұрыс деп ойлаймын. Біз Россияда тұрып жатқан жоқпыз, Қазақстанда тұрып жатырмыз, сондықтан қазақ тілінің барлығы білу керек. Вот мен солай ойлаймын. Еба, мынау бөлеге. Ё-моё, мынау сыттар. Әрі жауып отыр ғой еще. Ё, тігідегі. Бірден бұзылып кетті ғой, ё-моё. Қайырлы күн, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін погода прям күшті болып тұр. Еще бізге освещение күшті болып түседі ғой. Кеше біз Инстаграм демалдық, өзімізде бір воскресенье или понедельник основном семейный день бізде. Өзімізге арнаймыз, телефон тастаймыз. Қазір енді үйдеміз, бір қызық нәрсе қазір айтатын боламыз сіздерге. Қайырлы күн, қазір арыстамын, құдай қаласа бір аптадай арыста боламын. Одан кейін қазір Каринаны бидонға тастап кеттім, мен өзім машина жууға шықтым. 2 апта болды машина жуылмаған. Қазір жуып, соска қылып жібереміз, соска. Мені жасырмай қояйын, осы күнге дейін естейтін. Расымен де ұл бала шешеге жақын болады, мамасына суретіліп жүреді десе. И ойлайтын ғой енді, кез келген бала енді мамаға жақын ғой енді, шешеге жақын деген сияқты. Өйткені екі қызым маған өте нейтрально қарайды. То есть мама, короче, құшақтайды, сүйеді, жақсы көреді. Мен де оларды жақсы көремін, құшақтаймын, ойнаймыз, күлеміз. И мына үшінші ұл болды ғой енді, бірінші ұлдың сезімі болды да менде. Ойладым, может, бастапқыда деп. Бастапқыда қатты байқалған жоқ. Вот қазір кішкене ес біліп келатыр ғой, 9 ай боламыз, құдай қаласа. Мама мені көзбен іздеп бүкіл қонақташы. Мам деген кезде
мен мынандай жақындықтан вот осыны айтқан ғой деген сияқты. Бірақ енді бұны бір қатты былай қабылдамағанмын да, сонша енді қатты жақын болады десе. Прям даже ауырғандарында разница бар екен да. Мысалы бізде екі қыз ауырғанда, енді кішкентай кездерінде де ауырды, бірақ былай бөлік түсіп деген ондай болмағанда енді шыдамды температура, есть температура, нормально қабылдайды, жүре береді. Но енді қатты прям енді нет қалса ғана былай болады. Бірағында ұл бала оказывается, біз ана кейде күлеміз ғой, күйеулерімізге, тіпті әкелеріміз ауырып жатса, прям температураға шыдай алмай, внимание жетпей, бүйтіп қалады ғой бөлік түсіп. Оказывается, ұлдар туылғаннан солай болады екен ғой. И ұлдың да ауырғанда разница ғой. Кәдімгідей уже құшақтап, кеудеңе жатып, внимание жетпей, деп кәдімгідей сондай болып қалды. И кейбір қыздар ренжіп жатады ғой. Маған мам, сен жігіттер керек емес деп, жандарым, мен сендерге бір ұлдың енді ғана ана болып жатқан қыз ретінде айтайын сендерге, келіншек ретінде, я. Ұл бала туылғаннан мамсик екен ғой қыздар. Давайте. Өзіме қаласам қалай? Самооценка үйде отырамын да өсіп кетті ғой, Өз-өзіме сұмдық сенімдімін ғой. Дүния бұл жаққа қашып кетті, қашып қара. Немересін сағынып жатыр мама. Барып бір көріп кетпесе, бір ескеріп кетпеспін, мауқы басылмайды. Қашып жатқан жоқ мама. Үйреніп қалды біраз кішкене камераға. Естіп қойдым. Әлемдегі ең сұлу әйел. Сұлу красавица шешем менің. Мен ше? Мен ең сұлу емеспін ба не? Сен одан кейін сұлусың. Ойбай, қатты сұлу емес болып тұрмын соған қарағанда. Что-то вообще сұлу емессің. Әлемдегі ең сұлу әйелден кейін сұлу дегенім рахмет деп айтсың. А? Әлемдегі ең сұлу әйелден кейін сұлу деп айтқаным рахмет айтсың. Ойбай, рахмет. Ама кезінде ойладыңыз ба? Қосылайықтың мисі Зухра Хакиева сіздің келініңіз болады деп ойладыңыз ба? Жоқ. Анып кеттіңіз ба? Бексұлтан мен танысқа келді. Осындай күшті ойлап қалдыңыз ба мені пысық келін болады деп? Ой, иә. Бәрін сен зыр жүгіреді деп ойлап қалдыңыз ба? Енең жақтырмайды қойдың сен, ә? Жақтырады. Жөне бір түрлі қарап бір түрлі отырмын. андай. Постоянно настроениесі болмай тұрады жатыр. Қалай настроениесі күліп отыр ғой? Енең жақтырмайтын сияқты ғой. Көрмейсің аты кішкене. Жоқ, енең жақтырмайды сені. Бейшара баласы үшін күн өтті, не істейді басқа енді. Жақтырмайды сені. Ой, біз екеуміз отырып алып сені жамандаймыз айналайын. Шай ішіп отырып. Осындай. Қой пирожкиңді көтер. Етегіңді жап дейді ана. Не сен айтып жүрдің ғой, сөзің барады ғой. Етегіңді жап, үніңді өшір дейді ғой. Мен алдым. Бұлқ-сұлқ өткізіп бәрі жасап Алдым жылдың да дегенсіз ғой? Білмеймін, қазір ғана Сен өзің Мексикадан оралып келсің, иә, шарбаға? Деген любой ененің арманы ғой. Барлықтарыңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Шүкір аман есен босанып, қазір палатадамын. Қызым қасымда, күйеуім қасымда. Ана жақта бота тамақ шайын дайындап берді. Тамақтанып алдым. Қазір барлығы жақсы, тек шофтар ауырып жатыр.